Қарбызымыздың жұмсағын кесіп аламыз. Мінекей жақсылап блендермен араластырдық. Зәйтүн майымызды құямыз. Лаймның шырынын алып алам. Ақ желкенді турап алам. Қарбыз шырынını барлығын салам. Ақ желкенді салам. Лайм шырынын құям. Енді қайтадан үшеуін блендерге жақсылап араластырып алам. Енді сүземіз. Қасықтың көмегімен сүзіп аламыз. Енді міне сүздік, енді қайтадан блендерімізге құямыз. Ксантан шайырын саламын енді. Міне ксантан шайырын қосам. Тұз қосам, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Блендерге айналдырып алам. Дәміне қарай соусымызды құямыз. Өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша қолданасыздар соусты. Қарайсыздар дәмі. Жақсылап араластырамыз. Кастрөлімізге құйып аламыз. Қақпағын жауып, тоңазытқышқа қойып, 20 минуттай салқындатып аламыз. Мінекей арада 20 минут уақыт өтті. Енді ыдысымызға құямыз.